Балалар, енді Шотланд халқының сиқырлы алтын деген ертегісін айтып берейін. Ырыс жердегі ең дәу, ең жалқау Сюмас Маквин болыпты. Оның үстіне сыбызғыда ойнаудың асқар шебері де сол еді. Жайдар мінезімен жұртты мазалай қоймайтын ақ көңіл жалқауды жұрттың бәрі де жақсы көреді. Тек оның бұл бой күйездігі Мари деген әйелінің соры болады. Күйеу қаншалықты іріде сылбыр болса, оның әйелі соншалықты кішкентай да шапшаң еді. Дегенмен де, ол кей кездерде шаршағандығынан сүрініп жығылатын. Өйткені мойнындағы бүкіл үй жұмысына қосымша жертезек әкелу, сиырларды қарау, тауықтарды жемдеу шаруалары бар еді. Оның үстіне егістік жерлері де өңдеусіз жатыр. Бір жақсысы, жолдан қараған адамға екі-ақ учаске жері көрінетін, алайда соның өзі де еріншек фермердің шаруасын жетістіріп тұрған жоқ еді. Сюмас бір жақта сыбыз ойнап немесе форель аулап жүргенде, мал жайылым арасындағы қоршауларды қиратып, қойлар бет-бетімен тау-тасты аралап, ал елеусіз қалған есікті қалың арам шөп басып кететін. Қыс кетіп, картоп отырғызатын уақытта жетеді. Барлық жерде фермерлер семьялармен түгелді егіс басына шығып, күн ашықта жерді жыртып алуға асығады. Ал Сюмастың тұқымдық картобы қапта жатып ақ өніп кетеді. Сабақтары ең ұзын, жауын құртынан да ұзын еді. Солай боп өседі. Мари күйеуін сөгіп, ұялтып ақ болады. Бірақ одан не пайда? Сюмас болса, күліп қойып, демалып болысымен ақ бәрін тындырдым деп сендіреді. Ал өзі сыбызғысымен қармағын алып, күн ұзаққа бір жаққа кетіп қалып жүреді. Ақырында Маридің шыдамы таусылайын дейді. Бірде ол ас үйде қамығып жылап отырады. Әбден ашынған әйел қолындағы некесін қиғанда салған жүзігін саусағынан суырып алып, терезеден енді лақтыра берем дегенде, басына бір ой сап ете қалады. Ол сақ түйек салып жүрген қорапшасын алып, етегіне ішіндегісінің бәрін төгетті, арасынан 3 қара бақыр теңге, солдат түймесін тауып алып, оларды жүзігіне қоса, орамалдың шетіне түйіп қояды. Сосын бір қап картобын арқалап, егістікке тартады. Одан соң үлкен жұмыртаспен бақыр теңгемен мұз түймені жалпитып бір қалыпқа келгенше соға беретті, артынан алтынша жалтырағанша ысқылап тазартады. Сосын екеуін екі жерге көміп тастап, үйіне қайтады. Кешкісін Сюмас келген соң, Мари есікті мықтап жауып, ілгегін салат та ақырын ғана сыбырлап, «Сюмас, бір керемет болды. Бүгін мен картоп отырғызуға барып едім, жерді қазар қазбастан бір жүзік тауып алдым. Өзі бір түрлі өзгешелеу, әбден ысқылап тазалағанымша қандай екенін айыра алмадым, бірақ алтын шығар деп ойлаймын». Мари оған орамалдың шетіндегі түйіншекті шешіп, жүзікті көрсеткенде, Сюмас батып бара жатқан күн сәулесіне жалт-жұлт етіп тұрған алтыннан көзін айыра алмай қалады. Бұл өз әйелінің некі жүзігі екені оның қаперіне де кірмейді. «Айтса айтқандай ақ», деп сыбыр етеді ол да, жүзікті қолына алып. «Қандай әдемі жүзік, шынында да нағыз алтын болар. Мықты олжа болды-ау, Мари. Сонымен сен мұны картоп егістігінен таптым дейсің бе?» «Я, Сюмас, мен шаршамағанда әлі де қаза түсетін едім. Кім білет, онда тағы да бірдемелер көмулі жатқан шығар. Егер біз сиқыршы бикештер өз қазынасын тығатын жердің үстінен шықсақ, қандай тамаша болар еді». Сюмастың көздері жайнап кетеді. Оның басына да дәл сол ой келген еді. «Сиқырлы алтын,
Мен ол жөнінде бұрында естіген болатынмын. Оның үстінен түссе ғой. Онда мен бұдан бұлай жұмыс істегенді қояр едім. Бірақ бір ғажабы, мен ол жерді қанша қазсам да, еш уақытта тастан басқа еш нәрсе таппап едім. Оның себебі, Сюмас, сен терең қазбайсың. Сендей қарулы еркек болсам, өзімді де, күрегімді де аямас едім. Кім біледі ондай қандай көмбе жатқанын? Әрине, жалқаулық Сюмастың мойнына әбден ақ мініп алғанды. Бірақ жасырын қазына туралы ой жанын жегідей жей бастайды. Ол өзінің алтынды қап-қап қып қалай толтырып жатқанын көз алдына елестетеді. Ал келесі күн таң ертең алаң-елеңнен тұрып, тамақ та ішпестен көмбені іздеуге шықпақ болады. Сюмас, бір қараш, дейді оған әйелі, төсекте жатқан жерінен. Жұртқа көз қылып, картоп еккен болған сығаның жөн шығар. Әйтпесе, көрші жұрт, алтын іздеп жүргеніңді сезе қалса, айналаңа жиналып, көздерін сенен алмайды ғой. Сюмас әйелінің ақылын тыңдап, егіс басына бір қап картоп ала кетеді. Көршілер ұйқыдан тұрғанда, Сюмас Маквиннің білегін сыбанып тастап, бүкіл өмірі соған қарап тұрғандай жер қазып картоп екіп жатқанын көріп, таң тамаша болады. Сюмас жерді барымтасымен терең қазғаны сонша, ұзақ қарғалар топырақ астынан қаптап шыққан құрттарға бір қарық боп қалады. Бір-екі сағаттан соң Сюмастың қарқыны басыла бастайды. Үйренбеген жұмыстан жауырыны қақсап, ол бұл әурешілігін енді тастамақ бола бергенде, күрегіне қатты бір нәрсенің шақ еткенін естиді. Бұл баяғы солдат түймесі еді. Жігіттің көзі таң қалғаннан бақырайып кетеді. Жүрегі лүпілдеген қалпы ол жердегі түймені қолына алады. Бірақ қанша білгісі кеп құмартқанымен, оның не нәрсе екенін түсіне алмайды. Тек жалғыз білетіні, түсіне қарағанда, бұл затта алтын болу керек. Ойламаған олжа оның көңілін көтереді. Енді үлкен үмітпен ол жерді одан әрі қаза түсіп, картопын отырғыза береді. Бірнеше минут өткеннен соң, бақыр теңгелердің бірін тауып алғанда, ол қуанғаннан секіріп, билей жөнеледі. Бұдан соң Сюмас көп кешікпей-ақ үлкен көмбені қазып алатынына ешбір күмәнданбайды. Ақыры, егістік жер о шетімен бұл шетіне дейін түгел қопарылып, әр танапқа картоп егіледі. Сюмас қара жұмыстан шаршап шалдыққандықтан, ойы іске аспағандықтан әбден қалжырайды. Өйткені ол Мари жасырған теңгелерді ғана тауып алды ғой. Кешкісін жастығының астына жүзік пен 3 теңгені және солдат түймесін тыға салып, төсекке сұлай кететті, содан бір түн, бір күн бойы ұйықтайды. Мари болса, өз жоспарының іске асқанына шексіз қуанып, шаршап шалдыққандықтан батырлар шайықтап жатқан жұбайына мейірлене қарап қояды.